Қызыл жіптің энергетикалық қорғаныш ретінде жиі қолданылатын бәріміз де білеміз. Көбінесе қолға білекке тағып жүргендерді көп кездестіреміз. Қызыл түс от пен жалынның белгісі және негатив пен жаманшылыққа қарсы тұра алатын құрал. Сіздерге қарапайым қызыл жіптен қалай қорғаныш жасауға болатынын айтатын боламын. Ол қызыл жіп үйіңізді жаманшылықтан қорғайды және ешкім сіздің үйіңіздің шырқын бұзуға жол бермейді. Тек қана үйіңіздің емес, сонымен бірге дүкен, сауда орны, офис, кабинет сияқты кез келген қорғаныш қойғыңыз келген жерге жасауға болады. Ол үшін не істеу керек? Таңертең немесе түске дейінгі мезгілде былай жасаңыз. Қызыл жіп немесе лентаны алып үйіңіздің дүкен, офистің кіреберіс есігінің тұтқасына байлаңыз. Жіптің ұшын 1 сантиметр қалдырып қырқыңыз. Қырқылған жіптің екі ұшын оң алақаныңызға қысып тұрып, келген жаманшылық есіктің артында қалсын деп айтыңыз. Бұл ұрымнан соң ешбір жаманшылық есігіңізден кірмейтін болады. Уақыт өте келе қызыл жіп әбден тозып, үзіліп қалғаннан кейін орнына жаңасын байлауыңызға болады. Келген жаманшылық, негатив үйіңіздің есігінен кірмесін.